тиктоктағы әрбір салған видеомның астына батыл не болды, батылдан ұтылдыңыз ба, неге салмай кеттіңіз деген секілді көптеген хаттар келіп жатыр екен. Қой сағыз секілді былжырап созылып жүре бергенше мен өзімнің батылымды орындап тастайын деп осылай көшеге шықтым, қыздар. Енді батылдың тапсырмасын орындап тастадым. Келесі стористер видеоларда салатын боламын. Бізде енді бұйырса той болайын деп жатыр. Соған жан-жақтан ағаларымыз, қайнағаларымыз, жеңге абысындарымыз барлығы келіп уборка істеп жатырмыз. Осы үйге қара шаңырақ деп қайнағамыздың ұлы үйленіп жатыр. Сол осы жаққа түсірейін деп жатыр. Сондықтан жан-жақтың барлығын реттеп, өткенде білесіздер ғой, үйде ас бөлмеге жаңағыдай ремонт істеген болатынбыз. Сол жақтағы кухонный уголок барлығын шығарып, ең арзан бағада сатып жібердім. Қыздар, қараңыздар, мына жақтың барлығы осылай шашылып тұрған. Енді досын көріп алыңыздар. Барлығын реттеп, мына жердің барлығын листтармен жауып, күштілеп тұрып істеп берем деп жатыр енді ағамыз, қайнағамыз. Сонымен енді жанында жаңа қайнағам, жолдасым барлығы енді көмектесіп жатыр ғой. Мына жерде тастардың барлығын бір шетке реттеп, мына жерге яғни лист қояйын деп жатыр да, әдем болып жабылып тұрсын, ашық тұрғанша деп. Одан кейін мына жерде судың, қараңыздар, судың айналасына как будто бір бұлақтан су ағып тұрған секілді сезінсін деп осындай тастарды қойып қойдық, әдемілеп тұрып. Мінекей мына жердің бәріне шибонка тас бар ғой. Осыны төседім. Мына жерде үлкен ағаш бар етін, қанша жылдан бері оны өртейміз, вообще аламай жүргенбіз. Соны бір сәтте жолдасым алып тастады ғой. Сонымен қайнағам мына жердің барлығын қазып реттеп жатыр. Мына душовой жақтан тағы да бір лист қойып жабамыз деп жатыр да, чтобы ана туалеттен шыққан адамдар, бара жатқан адамдар, чтобы көрінбей тұру үшін. Өйткені мына жерде қазан ошақ болады, анау-мынау пісіреміз деп, соның барлығын әдемілеп істеп беріп жатыр. Енді негізі қайнағам фантазиясы күшті. Ал біз болсақ күнделікті тамақ, шай, үйде енді әйел адамның істейтін тірлігі көп қой. Мына жерде енді тойдың жаңағы қазы, қарта деген секілді соның барлығын асып дайындап қойдық. Алдын ала енді пісіріп дайындап қояйық деп, енді тойдың қызықтарын да айтпақшы сіздерге келесі видеоларда салатын боламыз. Мында осындай ағаштарды қойып, X қылып, сөйтіп шегелермен қатырып тастап жатыр да, чтобы мына лист шығып кетпес үшін. Жолдасым ол қазған жердің барлығын күрекпен көміп шықты, листтің барлығын осылай қойды. Алдыңғы жылы мына крышадан қалған листтар осының барлығын осы жерге жарамды қылып күшлеп тұрып істеді. Жолдасым шуруппен қатырып шықты. Осылай енді бір қолдан 10 қол артық дейді ғой. Бір адамның ол жұмысы өңбейді, сондықтан жан-жақтан келіп осылай ағаларымыз көмектесіп жатыр. Бір жағынан үйіміз жиналып қалды, жан-жағымыз күштілеп енді тойға дайындық бізде, қыздар. Сондықтан ғой батылдың тапсырмасы ұзап кетті, біраз болды негізіше. Көп ару қызға рахмет, көп тосып қалды. Енді Құдай қаласа күшті видеоларды салып, батылға шығып отырамыз. Келесі қыздар стористерді бақылап отырыңыздар, батылдың тапсырмасын салам. Айтпақшы достар, менің Instagram парақшама, YouTube каналдарыма тіркеліп алыңыздар, себебі күнделікті өмірімді сол жаққа салып отырамыз стористерге. Сондықтан